Solga bırlayırım, solga. Өзім айтамын. Ал қош келдіңдер, үйге. Отыра беріңіз. Қонақтары, қош келдіңіздер шаңырағымызға. Сіздер де жақсы, енді сымбатты білесіздер, туған бауырым ғой. Қанша дегенмен де қимастық бар. Қимай жүрміз, неше келесіздер енді. Бақыттың ерте кеші жоқ дейді ғой. Алла тағала маңдайына, тағдырына осы жазып тұрса, біз тек қана оның тілеуін тілеп жүреміз. Жібекті түте алмаған жын болады дейді ғой. Енді біздің сымбаттай жібегімізді тұтып жын қыласыздар ма, жоқ жарқыратып гүл қыласыздар ма сіздердің қолдарыңызда. Сол үшін сіздерге қызымызды сеніп тапсырамыз. Ары қарай тек үлгілі, Ақмарал апа ұқсаса кем болмайды, үлгілі, дана, көп бала. Балаларыңызға келін алыңыз, құдағай болыңыз. Бірі мынау. Қиын екен құдағай. Қуаныштың несіне? Қуаныш туғаннан кейін. Ерке енді сіңілімді ұзаттым деп қобалжып тұрса. Осы бір әдемі сыйластық ұзағынан болсын. Ең бірінші сымбатыма арналған кішігірім өзімнің тілегім бар, соны арнайын. Алтыннан сырға тағылар, алтындай таза болсын деп, инабатты ибалы, әулетке келін болсын деп, оң қолымен тағайын, өзіме жақын болсын деп. Енді қобалжып тұрмын. Ерінің еркелеген елінің еркелеген шашбауысы, әкесі мен анасының мақтауысы. Әулет, сен біздің әулетке жар алыпсың, қайнымның сүйген жары таңдаулысы. Көздеріңнен қобалжу көріп тұрмын. Келінім алтындай деп сеніп тұрмын. Дәрежем бір сатыға көтеріліп, сырғаңды салуға мен келіп тұрмын. Жүрекке жеткені соншалық көзімізге жас келді-ау деймін, иә? Осындай әдемі дәстүр, әдемі сырға салу қазақтың салтыменен баршаға жұғысты болсын. Иә. Ниеттеніп, тілеп отырыңыздар. Ең бірінші келініме осындай көзден тілден аман болсын деп брошка дайындаған болатынбыз, соны тағайын. Алдау енеміздің алған бриллиант наборы. Сіздерге де жұғысты болсын. Келін алып, қыз ұзату. Алдын алып, бер қолына, алдына бер. Қолың құтты болсын, Танюш. Оң қолыммен тағайын, оң қолармен тастайын. Қолың құтты болсын, жаным. Қолы дәлдеп тұр. Оңай ма? Сырға салу. Үлкен сол Табынай ауылының үлкен ауыр жүгін алып арқалап келіп отыр. Сенген. Бриллианттай жарқыраған қыз дәл осындай гауһар тасты бриллиантқа лайықты. Өзіңнің артыңнан ерген тамаша келіндердің қатарынан болсын, Тания.
менде сөйлеп жіберейін. Ал құрметті құдағайлар, бүгінгі Оларды салу керек қой. Инстаграм деген күтіп тұр. Қазақстан. Ал құрметті құдағайлар, бүгін міне болашақ келінімізге сіздердің ақ сымбаттарыңызға менің ботақаныма сырға салынды. Енді қыздар сіздікі болса, келін біздікі. Барлығымызға оң болсын. Енді осы жерде отырған үлкен кісілердің алдында, құдағайдың алдында, менің ботақанымның нағашы мамасының алдында өзімнің бір сіздерге деген бір сөзімді берейін. Аманшылық болса, Алла өмір беріп жатса, сіздердің қыздарыңызды, өзімнің ботақанымды жақсын жасырып, жаманын асырып, білгенін мақтап, білмегенін үйретіп, балапан екеуміз артымыздан ертіп, өзіміздің ерке қызымыз, ерке келініміздей болып жаңағы елімізде еркелетіп ұстаймыз деген бір өзіміздің жаңағы сізге уәдемізді айтқым келіп тұр. Ешқандай да бір оны уайымдамаңыздар. Осы жерде тұрған нағашы әже, қыздар сіздікі болса, келін біздікі. Барлығымызға оң болсын. Енді осы жерде отырған үлкен кісілердің алдында, құдағайдың алдында, менің ботақанымның нағашы мамасының алдында өзімнің бір сіздерге деген бір сөзімді берейін. Аманшылық болса, Алла өмір беріп жатса, сіздердің қыздарыңызды, өзімнің ботақанымды жақсын жасырып, жаманын асырып, білгенін мақтап, білмегенін үйретіп, балапан екеуміз артымыздан ертіп, өзіміздің ерке қызымыз, ерке келініміздей болып жаңағы елімізде еркелетіп ұстаймыз деген бір өзіміздің жаңағы сізге уәдемізді айтқым келіп тұр. Ешқандай да бір оны уайымдамаңыздар. Осы жерде тұрған нағашы әжесі бар. Одан кейін мына жақта ана қызыңызды одан сайын құлпыртып, жапырағын тереңге, тамырын тереңге тартқызып, жапырағын жайқалтып, құлпыртып өсіреміз деген бір өзіміздің уәдемізді бергіміз келіп тұр. Тек осы екі бала бақытты болсын, екі бала екі жаққа бірдей болсын. Тек осылардың жақсылығын көріп, барлығымыз осылардың бір өскеніне, өнгеніне куә болып жүре берейік. Енді мен өзімнің келініме, ботақаныма, енді барлығыңыз естіп жатсыздар, мен бірінші келінімді балапан деп атап кеттім, ал сіздердің сымбат қыздарыңызды, ақ сымбаттарыңызды мен ботақаным деймін. Енді ботақан дегенде кім деп қалмаңыздар, ол менің ақ сымбатым. Құтты болсын атың. Енді жаңа өзінің туған абысыны сырғасын салып жатыр, сол сырғасының көрімдігі ретінде мен де өзімнің бір сыйлығымды табыстайын деп тұрмын. Мына біздің Қазақстанға әйгілі зергеріміз бар, сол сырғасын салып жатыр, сол сырғасының көрімдігі ретінде мен де өзімнің бір сыйлығымды табыстайын деп тұрмын. Мына біздің Қазақстанға әйгілі зергеріміз бар, сол зергердің күміс наборын осындай қылып келініме сыйлайын деп тұрмын. Балапанға сырға салып барғанда да осы қазіргі тағып тұрған күміс наборын таққанмын. Әрқашанда жаңағы енемнің көзі деп, ертең сен де балалы боласың, шағалы боласың. Сол кезде бір кездері мен болмай қаларым кемпір болып. Сол кездерде енемнің көзі деп тағып жүрерсің деп, осындай қылып міне мұра қылып таққанмын. Соған енді сол кезде өзім айтқанмын, екінші келініме де аманшылық болса, Алла өмір беріп жатса, осындай наборды сыйлаймын дегенмін. Міне енді өзімнің ботақан келініме де осындай күміс білесің, қыш бере ғой.
ең бастысы екі балам бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, балалы шағалы болсын, өссін, өнсін, құлпырсын, екі жақты тек қуантып жүре берсін. Әумин. Мен ана. Ал енді осы жерде осы Бота ханымның нағашы әжесі отыр. Сол нағашы әжесіне де азғантай сыйлығымыз бар. Күміс білезік, тек қолыңыз құтты болып, сіздің жолыңызды беріп, немере шөберелеріңіз осындай болып құлпырып жүре берсін. Сіздің жолыңызды берсін, ақ жаулықты әже болсын, ұлды ұяға қыз қондырсын, қызды қияға қондырсын. Сосын орамалын жап. Тойға тартыңыз. Немерелеріңізді, балаларыңызды құттықтап жүре беріңіз. Енді осы жерде менің Бота ханымды әлпештеп аялап өсірген, өзінің ақылын аямаған, осындай болып міне тәрбиелеген анасы бар. Фариза ханымға да өзіміздің сыйлығымызды береміз. Фариза ханым, Фариза ханымға да осындай белгілі зергердің күміс наборы, оны да тағуға рұқсат етіңіз. Осыны енді қымбат қызымның құдалары